нөмерге жауап берген 5 адам кейін із-түссіз жоғалған. Момо интернеттегі мем емес, ол Қазақстанда пайда болды. Егер осы видеоны көріп отырып телефоныңа хабарлама келсе, бұл кездейсоқ емес. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен, дайын болсаң, біз бастаймыз. жыл қараша айы Түркістан облысындағы шағын ауыл. Айбол 22 жаста колледж студенті. Түнгі сағат 02:17-де телефоны бір рет дірілдейді. Белгісіз нөмер. Профильде суреті жоқ, бірақ жіберілген фото бар. Фото ашылған сәтте Айболдың жүрегі зу ете қалды. Суретте бейне адамға ұқсамайтын қисық көзді суық жүз. Төменде бір ғана сөйлем: маған жауап бер. Айбол мұны жай әзіл деп ойлайды. Кімсің деп жазады. Жауап 1 секундта келеді. Сен қазір үйдесің, жарық өшірулі. Айбол орнынан тұрып бөлмеге қарайды. Шынымен жарық сөнген. Келесі хабарлама: қорықпа, мен тек ойнағым келеді. Телефонда жаңа ат пайда болады: Момо. Айбол интернеттен іздейді. Жоғалған адамдар, қауіпті челлендждер. Дәл сол сәтте хабарлама келеді: мен жайлы іздеме, мен сенің артыңдамын. Айбол артына қарайды, ешкім жоқ. Бірақ айнада бір сәтке бөгде көлеңке жылт етеді. Момо әр түні 03:00-де жазады. Алғашқы тапсырмалар: ұйықтама, терезені аш, телефонды өшірме. Айбол бір түні терезені ашқанда сырттан әлсіз сыбыр естіледі. Талаптар ауырлай түседі. Пышақты ал, қолыңды суретке түсір. Айбол бас тартады. Сол түні үйдің қабырғасында қызылмен жазу пайда болады: ол мені таңдады. Айбол ұйқысыздықтан әлсірейді. Жуынатын бөлмеде айнадан өзі емес Момоны көреді. Телефон дірілдейді: мен сенің ішіндемін. Камера өздігінен қосылады. Түнгі 03:33 есік сықырлап ашылады. Хабарлама: ашпа, бұл мен емес. Сырттан Айболдың өз дауысы естіледі: Айбол, аш. Егер мені таңдамаған болсаң, оларды таңдаймын. Айбол телефонын сындырып, түнге қарай қашып шығады. Келесі күні Айбол жоқ. Телефоны үйінде, бірақ нөмері онлайн. Барлығына хабарлама кетеді: маған жауап бер. Бұл нөмер әлі бар дейді. Ал ең қорқыныштысы, ол дәл қазір жауап күтіп тұрған болуы мүмкін.